Сағаттың түрлері. Бағзы замандарда қазіргідей сағаттар болмаған. Бірақ уақытты біліп отыру адамдар үшін әрқашанда маңызды. Сол үшін олар жанды сағаттарды пайдаланған. Жанды сағаттарға күн, көлеңке, әтеш, тіпті кейбір гүлдерді де жатқызуға болады. Күн бір орнында ешқашан кідірген емес. Аспан төсіндегі өз жолымен үнемі жылжиды. Таңертең жұмыр жердің бір шетінен қызарып, дөңгелене шығады. Шаңғай түсте тас төбеден шақыраяды. Кешке қарай жердің қарсы жақтағы шетіне барып, ұясына қонады. Ал адамдар күн сайын оған қарап, әне күн шығып келеді. Тал түс болды. Міне күн батып барады деп уақыт айырып, осы аспан сағаты бойынша ғұмыр кешетін болған. Бірақ адамдар бірте-бірте уақытты дәлірек білудің жолдарын ойластыра бастады. Сөйтіп нағыз күн сағатын жасайды. Ашық дөңгелек алаңқайдың дәл ортасына ұзын қазық қағылады немесе биік бағана орнатылады. Сағат тілінің қызметін осы қазықтың немесе бағананың көлеңкесі атқарады. Күн аспан төсінде өз жолмен жылжи береді, соған сай көлеңкеде ашық алаңқай бетімен шыр айналып, кәдімгі сағат тілі сияқты уақытты көрсетіп отырады. Ал әтештердің белгілі бір уақытта айнымай шақыратын қасиеті бар. Балауыз шырағданы да сағат. Ол көне заманғы от сағаты болып табылады. Шырағдан жоғардан төмен қарай ақ қара белдеулерге бөлініп таңбаланған. Жанып тұрған білте қызуынан балауыз ериді. Онымен бірге белдеулер де азая бастайды. Қанша белдеу еріп кетсе, шырағдан да сонша сағат жанғаны.